сана жатты будай, күн теңесіп түнмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы ерді көктем, көзімнің жасы ай-ау еркем. Наурыз, наурыз, жылы жетелі ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау ай-ай, наурыз, наурыз. Жаратқан нығметіне шүкір еттім, жерімнің құнарлы еткен топырағын. Қаратау қазағыма қалқан төрін, ұлытау қасиетті қарқан белім. Кесері арнасына қуаныштан кірсейім, арам балқаш шалқар көрем. Самға қазақ көрмей азап қылан елем, мәңгілік жайнайды сен туған жерім.
Самға қазақ көрмей азап, құран менен мәңгілік жайнай берсін көкшетау баянауыл қарқаралым жүрек жетесің ғой айтар әнім тамыры ең даламның деп білемін мен сырдарияның сан тарауы еңбегіңмен байлығын сарқылмасын қазына батасын дайыр қалтананым ешқашан арнасынан су кетпеген жалғасы етсел оралмы көптеген қазақтың қасиетті даласына шіркін ай күндер келді күн кетпеген самға қазақ көрмей азап құран менен мәңгілік жайнай берсін туған жерім самға қазақ көрмей азап құран менен мәңгілік жайнай берсін туған жерім
айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға. Сапарға кеткен ұлдарға наурыз айы туғанда, наурыз, наурыз күнігі, күнігі жердің тірегі. Бауыры жылып науат қар, бабымен ғана жібиді, шашылып ырыс шанақтан. Шақырып бір үйді, шаттануш еді бір игі, осынау игі кең жерге. Осынау игі кең жерге наурыз айы келгенде, наурыз тойы болғанда келебем өмір орманға. Осынау игі кең жерге наурыз тойы келгенде, көрмегендерде арманда, арманда оны көргенде. Арманда оны көргенде, келіп ем өмір орманға, наурыз айы келгенде.
份不语的真情，指着千万个祝福，送给思念的朋友，捎去温馨的问候。不管我们的距离有多远，想念你的心永远不变。一切的美好给了您和我，以及全世界的穆斯林。伊斯兰赋予了我们生命，信仰使我们心心相印。节日的祝福送给尊敬的您，鸟肉孜节快乐！祈主仅赐予你和你的家人幸福安康。Барша Еуразия ұлттық университетінің ұстаздарын, соның ішінде екі шет тілі кафедрасында дәріс беріп, бізге еңбек сіңіріп отырған ағай апайларды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілей отыра, Сейілхан Құсайыновтың мереке атты күйін ұсынбақшымын. Қабыл алыңыздар. Barchamiz orzu qilib kutgan so'lim bahor kirib kelishi bilan tabiat ochilib, ko'ngillarimiz yorug' tuyg'ularga to'lib boradi. Biz bugun Yaratganning buyuk mo'jizasi bo'lgan hayot davomiyligi va abadiyligini o'zida mujassam etgan ayol zotini, tabarruk onalarni ulug'lar ekanmiz. Beixtiyor mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning jannat onalarning oyog'i ostidadir degan mazmundagi hikmatli so'zlarini eslaymiz va muqaddas ona siymosi oldida ta'zim qilamiz. Azizim, hayotda shodliklar bor bo'lsin. Shu shodliklar senga yor bo'lsin. Qalbing quvonch va orzuga to'lsin. Bugun tilayman sizga ko'p tilak. 8-mart bo'lsin muborak.
Альбен анен хасымлика 오르는 이기름이 손꼽아 기들이 간시다. 떠떠른 해처럼 밝고 힘나찬트 두시오 바랍니다. 스크요 없습니다 두세요. 행복합니다. 스크 두세요. Наурызым жаңарып жаратылыс жаңа жүзі жадыраған наурыздың әсеміні, бәйшешектер нұрын шашып айналаға теңелді дүниенің күнмен түні. Салт дәстүрдің мәңгі алтын қазығы, аппақ сүті көжесінің маңызы. Наурыз айы құтты бол баршаға, тойлатады мұсылманның ұлғызы. Жері байтақ қазағымның даласы, ұлт арасы достық мәңгі жалғасы. Бейбіт өмір жайқалып бір әрқашан, құтты болсын ұлысыңның наурызы.
күн ең ерекше күйге енеді. Күн сәулесі жып-жылы нұрын беретін, жер төсінен тіршілік нәрін алып, балауса гүл ерекше күйген етін. Жыл бастауы дүркіреп наурыз келді. Сары белде бусантын сағым жатыр. Жылғалардан ағатын суда мөлдір. Ту биенің төсінен уыз емген, жас құлынның шабысы күлдір-күлдір. Жыл бастауы дүркіреп наурыз келді. Тұрыс бөлек, жүрісі одан өткен. Аш беліне оралып бұрым жеткен. Сұлу жанның еркелеп күлген сәті, талай жанның ұйқысы тәркі еткен. Жыл бастауы дүркіреп наурыз келді. Жігіттер жүр бәйгісін баптап қырда, ертең көкпар айтылар талай жырда. Қалыңдыққа жолыққан күйеу жігіт жеңгесіне сыйлапты алтын сырға. Кимешегі жарасып ақ жүзіне, анашым жүр пейілі ел үстінде. Сонау төбе басында жиын құрған ақ сақалдар, абыздар бір емес пе? О жаратқан қалқыма жігер берші, қыдыр ата бақ қонған асыл енші. Қан жүгіріп құлпырған мына әлемге, байтақ елім құт қонып еркіненші. Артқан теңізге не істейін, кел шығарғым шашыңнан не ескейін, тек қанау тиіспейін. Кел шығарғым шашыңнан ескейін, тек қанау тиіспейін. Кел шығарғым шашыңнан ескейін. Қолан қара шашың ай күн қақтаған, қос бұрымың жотаңдау бұлғақтаған. Қарғам сенде жерімнің иісі барам, жер иесі жұпардан қымбат маған. Қарғам сенде жерімнің иісі барам, жер иесі жұпардан қымбат маған. Сауға сұрап тұрған жоқ қылығыңнан, жан едім махаббаттың құрғырған. Ескейін жұртымның топырағын, ескет жайғарған маған бұрымыңнан. Ескейін жұртымның топырағын, ескет жайғарған маған бұрымыңнан.
Наурыз көктем, наурыз жыр, ана мейірім, шуақ нұр, жан иесін жанартқан, аққан бұлақ, нәзік сыр. Наурыз әлем, наурыз құс, сұлу дала, сағым тұз, самғай ұшқан қарылғаш, аққу қаздар мамық төс. Наурыз дала, наурыз гүл, тентек сезім, үнсіз тіл. Ақ қайынан аясында айқасқан, балуан білек, қыпша бел. Наурыз жауын, наурыз сән, әсем әуен, сәзді ән. Қыз бозбала қыдырған, жасыл желек, көк аспан. Наурыз самал, наурыз тән, қалың орман ұйқысынан оянған, сағынышпен көштірған жұптарды, жылдың басы 12 айда тоғысқан. Еуразия ұлттық университеті филология факультеті шет тілі кафедрасының 2-ші курс студенті мен Болатбек Үмітжан. Ал кәдеге жолдастар, біреуін шық тоймастар, той дегенде дейді екен, ұмалайды болмастар. Ал қалайық билеусір сүйінде, басыңыздар шықтанып қара жорға бейіне, қосын барлық теребе, қантарасы демеге, қара жорға болмаса, тойдың сәді келеме, қара жорға ойнап. You can't tell by the way I use my voice, I'm a woman's man. No time to talk. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. I could sit this down, being alive, and no one's gonna say you're about to be the ones right. You know me, say
Once upon a time there was a woman who had recently widowed. She was very mean and scandalous, and she was very happy at last to get rid of her husband. Unfortunately, all her selfish ambitions were to fail because of her stepdaughter, and she didn't want to share the fortune with the girl. The woman sought for different ways to be the only heiress. She was surfing the social media to look for specialists on witchcraft. I am so tired from all these royal ceremonies and expensive gifts from boring lords and disturbing dukes. Where is my advisor? I'm at your service, Your Royal Highness. I want the flowers of red color. Oh, there are many beautiful and gorgeous flowers in our royal winter garden. I don't wish them. I demand the flowers. I forgot the name. It is on the tip of my tongue. Tulips, kızıldax. Your Highness, I dare to say it is winter, January. They blossom in April, no sooner. It is a law of nature, and everything good in its season. After January comes February. After February comes... I don't dare. April, you don't dare to argue. It is my royal order. Immediately make the law, and the flowers must be brought till the end of the week. The folk of my realm, we, the Princess Amelia, declare our divine order to all my subordinates to bring us a basket full of tulips of rare sort named Kızıldax. The person who delivered the flowers first will be awarded. Any request is to be fulfilled. Oh wow! Found! No crime, no blood. Here is the perfect way to get rid of my stepdaughter, and nobody will suspect me with my vicious affairs. She will never find the flowers in January, I'll tell you. My curious neighbors, ungrateful, naughty girl, run away with the Bremen musicians. Poor Alice was thinking about her misfortune. Her beloved father died, leaving her with an unkind stepmother who made her work from dusk till dawn. She didn't have chance to browse on the internet on her favorite platforms Kahoot, Canvas and Zoom, and her father's tablet was buried in a thick layer of dust. Stepmother always wanted her to wash, cook, clean, brush, and do all hard household duties. My father always wanted me to be sophisticated and educated lady, able to be the pride of our community. All my father's dreams are in vain. And mine. Where are you, empty-headed girl? Where on earth have you been? Yes, Mom. I'm here. Now, listen. Take the biggest basket in our house and bring natural red tulips. It's impossible. It's night. All the flower shops are closed. No, not in the flower shops. They are in Kazakhstani steppe. I don't know the place you're saying to me. Stop babbling. Bring the flowers. Otherwise, you know me. Please, have mercy on me. I will get lost and die.
from cold. Off, get out of my sight. And don't come back without flowers. I remember my father used to hire international company 12 months to solve difficult problems. I will call them. Firstly, I must find my father's old Nokia. All services are still kept in the memory. Where is my mom's old shawl? The only thing left from my mask. It will help me to keep warm. Poor Alice comes to the company. This is 12 months company. I remember my father applied to your service. When I was a little girl, I had read a book, 12 Months, by Marshak, where 12 months helped them lucky girls to find snowdrops. I have the same problem. My stepmother wanted me to bring red tulips from Kazakhstani steppe. I do hope you will help me. Yes, indeed. We're the company of 12 months. But we're not 12 months from your fairy tale. We're not the 12 months of the year. We are the 12 months of quarantine. Yes, and I am the March of 2020, who scared the world with the beginning of pandemic. And I'm the one who made you buy piles of aspirin and paracetamol. I'm the April of 2020 who made buckwheat and toilet papers disappear from all the stores. I am the June, memorable for the second wave of pandemic, and you couldn't go to the beach, thanks to me. I told you, you should use Microsoft Teams. I'm September, responsible for the global distance learning. I'm the one who made all students around the world sit and study in domestic pajamas and flip-flops. The 12 months of quarantine. Will you help me to find tulips? No, we can't help you. Our mission is delivery of masks, antiseptics, and gloves. No help, no support. Kazakhstani steppe, where is it? It's kind of El Dorado or another one, Neverland. Poor Alice is slowly walking in spite of strong wind and heavy snow. I'm tired and hungry. No one to stand by me. Whisper kind words of support. I was sent to die, and no chance to fulfill my father's dream to study and be a well-educated lady. A word for the basket full of red tulips. Any request is to be fulfilled. Anyway, I will find them. Oh, what is over there? A ghost? A shadow? It's not a human. Who are you? What are you? What are you doing in my Snow White kingdom? Only me is governing and the power in here. Answer back who sent you into my snowy land, otherwise I will freeze you to death. Don't blame me. I am a wolf, commanded to bring red tulips from Kazakhstani steppe. Are you mental? In my kingdom of eternal ice and snow, never be any flowers. Stop crying! I
promised my father to study. Force to study? When stay with me, I will teach you design unusual snowflakes, create huge snowmen. I would rather die than break my word. Die or not to die? That is the question, brave girl. I will help you. Do you want to help me? But how? The one who help you is Kodrata from Kazakhstan. Your kind soul and zeal melt my frozen heart. Take my magic ball and follow it, and it will bring you to Oath and the mighty Kodrata. Magic ball, pick me. Poor Alice sees a man in a very strange costume. Oh, great Kodrata. The White Queen told me only you can help me to find Kızıldax. Ho ho ho! I don't help greedy and natural people, and Kızıldax are seen only for people with kind heart and thoughts. Now look around. Everything's red. I see the tulips. You have only 50 minutes to fill the basket with these flowers. And why do you need these tulips? My stepmother forced me to bring flowers for the princess. What's a pity? I don't want the flowers to be picked out. Let them grow and thrive. Alice, you really have a heart of gold, but the flowers are magic. There is no need to give them to unkind people. They won't see them, I promise. Where is my basket of flowers? Who is calling? Kodrata? Never interfere with the laws of nature. Otherwise, all your kingdom will live in eternal ice and snow. Never any flowers will grow in your realm, even in your winter garden. Go and study to be a wise and educated queen. Yes, I understand. Soon I will be rich as the King Midas. Yes? Yes, it's me! What? Kodrata? You don't have to take Alice's fortune. It is a crime. You will be severely punished and spend entire life on the isolated island without any gadgets and media. People forget your name, your ever being existed. No. I won't survive without my iPad. Alone, in a remote wilderness. I swear, I will never offend poor Alice. I never break your father's will. Never. Never. What is your great dream, Alice? You'll smile. I'm so timid to tell you. I want to study and to be an educated lady. Then I know the right place to study. One of the best universities in our Kazakhstani state. It is the Eurasian National University that is only 25 years old. Thank you, Kodrata. I will be the best student and study excellently all disciplines of philology faculty. Let it be. It is time to give my bata blessing to all people all over the world. Наурыз бата. Ұлыстың ұлы күнінде бақыт жаусын бәріне. Наурызым келді гүлдене, халқыма барлық әлемге. Өркенде ұлттық оқу орны, мінекей, білім ордасы 25-ке толды. Өсе бер, шарықтай бер, көркейе бер. Шығара бер, көп мамандар, тілегім осы. Мейіріммен бердім саған ақ бата,
қолдасын білім орнын қыдырата. Әр жылы оқу қуғандар көп болсын, ұстаздары аман жүрсін бара-бара. Молшылық болсын жерімде, тыныштық болсын елімде, тәж киген ауруымыз тез кетіп, тойланатын күн тусын дүниеде. Әумин.